Бал шелек. Бір адам тау тасты аралап келе жатты да құжынаған араға тап болды. Құшақ толатындай бір нәрсеге үймелеп алып құж-құж етеді. Бұлар неге үймелеп жатыр екен деп араларды жасқаған таяғының ұшына жылымық бір нәрсе жұғып қалды. Иісі мұрын жарып барады. Кеңірсекті ашып жіберді. Өзі тәп-тәтті секілді. Тілін тигізіп көріп еді, дәмі шынымен де тілі үйреді екен. Мына бір ғажап қой, деп ойлап, араларды қақпайлап жүріп, шетінен кертіп су құятын ыдысына салып алды. Сопақ нәрсенің бір шеті кетіліп қалды. Үйіне кеп, терлеп-тепшіп шай ішіп отырғанда, мына бір керемет екен, дәмі бал татиды. Ендігі жолы үлкенірек ыдысқа салып алып кел, деді әйелі тәтті дәмге тамсанып. Адам ертеңіне ыдысын салдырлатып, әлгі тәттіден молдау етіп салып алайын деп, тауды бетке алып жүріп кетті. Кеше ғана өзі кертіп алған жері қайта қалпына келіп, ешкім тиіспегендей ақ соп-сопақ бола қалыпты. Аралар құж-құж. Адам көп ойланбады. Жерге қарай сопая жайылған тәттіге үймелеген араларды таяғымен жасқап, тәттінің бір қарыстайын кесіп жіберді. Ыдысына янтардай жалтыраған қоңыр түсті тәтті былш етті. Тәттіге жабысқан арада араласып жатты. Аралар қатты ызыңдай бастаған соң, бұл да ыдысын жаба салып, тез-тез жүріп кетті. Кетіп бара жатып, әлгі өзі ойып алған жерге аралар үйме-жүйме болып жатқанын көрді. Келіншек екеуі тағы да шайды сораптап отыр. Мына бір тамаша болды. Не екен өзі? Дәмі тіл үйіреді. Балаларға да ұнады. Өзі көп пе? Ендігі жолы мені ертіп апаршы, көрейін, деді әйелі. Биікте, сен шалмайсың, деді күйеуі жай ғана. Мынау тасылып қалса, тағы барып алып келемін. 2-3 күн өтті. Әйелі, бал бітті, деді. Бал деп күштат қойып алыпсың ғой өзің, деді күйеуі күліп. Әке, бал жеймін, деді кішкентай қызы былдырлап. Сен жеймін десең алып келемін, деді әкесі. Өткендегі ыдысына ала сап кетіп бара жатқан күйеуін тоқтатқан әйелі одан да үлкендеу ыдыс беріп, кешегің 2 күнде бітіп қалды. Мына ыдысқа молдап етіп салып ал, аяйсың ба, деп үйретіп жіберді. Мына ғажапты қара. 1-2 күн бұрын ешкім тиіспегендей ақ, бұның ойып алған жері соп-сопақ боп қалпына келе қалыпты. Адам қуанып кетті. Мен бір үлкен қазынаға тап болдым-ау деймін деп, ыдысына сай кешегіден де сәл үлкенірек етіп кесіп алды. Сап-сары бал ыдысқа айналып түсті. Аузын жапты да, құж-құж еткен ара көтеріле бастаған соң тез-тез кетіп қалды. Аулақтау жерге шыққан соң балға араласып кеткен араларды теріп алып тастап, үйіне қарай тартты. Не деген ғажап, тәп-тәтті, айтарға сөзім жетпейді. Өзін сүтке қосып ішсең де болады екен. Енді қасиеті де бар секілді. Осыны жегелі бере еркемнің жөтелі кетіп қалды. Ендігі жолы бұдан да көбірек алып кел, деді. Көбірек әкелсем әкелейін. Мынадай бір қызықты байқадым. Қанша алсам да, ешкім тиіспегенде қайта қалпына келіп тұрады, деді күйеуі. Мені ертіп баршы, мен барсам көбірек әкелеміз. Сен өзі аяп тұрсың ба, азғантай ғана әкелесің ғой, деді әйелі ренжігендей болып. Алдыңдағыны тауысып алсайшы, әкелемін ғой, деді күйеуі. Бұл жолы әкелгені 1 аптаға жетті. Бал біткен секілді ме? Өткендегі ыдысыңды әкел, тауға барып келейін, деді күйеуіне әйелі. Үлкендеу ыдыс ала кет. Міне, мынаны ал, деп қолына дәу шелек ұстатып жіберді. Әйеліне бір, шелегіне бір қараған күйеуіне айтарын білмей қалса да, үндемей дәу шелекті алып кете берді. Мына ғажапты қара. 1 апта бұрын ешкім ештеңені омсырайтып кетпегенде бәрі бая қалпына келе қалыпты. Аралар сол қалпы, құж-құж етеді. Араларды қағып-қағып жіберді де, бал шелекті ыдысыма толадау деген жеріне ойып түсті. Ыдысына солақпандай бал гүрс ете қалғанда көтере алмай теңселіп кетті. Аралар құж етіп көтерілді. Дауысы қатты шықты. Ал бұл болса, шелегі ауыр тартқаннан бір иығына қарай қисайып, қаша жөнелді. Балға батып шыға алмай жатқан араларды теріп-теріп лақтырып тастады да үйіне қарай зымырады. Бір шелек балды көрген әйелі жайынан қағып, әлі көп пе? Деп сұрады. Көп, өте көп. Өткенде кесіп алған жерімді балға қайта толтырып тастапты, деді. Айттым ғой саған түгел салып ал деп. Қайта толтырып тастайды, қайта барып алып келесің, деп ақыл қосты әйелі. Жарайды, деді күйеуі. Бір шелек бал бітпей тұрып ақ әйелі, балға қашан барасың? Бұл жолы мен де бірге барамын деп күні бұрын айтып берді. Әйелі балды өз көзімен көргісі келіп асыққан сайын қырсық балда таусылмады. Балалар да бал жегісі келмей қалды. Шелектің түбінде қалғанын сиырға бере салған әйелі, бал бітті, бүгін барып қайтайық, бәрін салып алып келеміз, деп жайнан қақты. Не істейсің ол балды? Балалар сағынғанда алып келерміз,
деді күйеуі. Жоқ, алып келеміз, сүтке қосып берсем жақсы ішеді деп жеңістік бермеді. Болмаған соң күйеуі, бір рет қана барасың деді. Иә, деп келісті әйелі де. Бал шелек биіктеу жерде еді. Әйелі мықшыңдап тау-тастың үстімен әрең жүріп келеді. Екеуі екі шелекті даңғырлатып, құж-құж етіп өздерінше бір әлем боп жатқан араларды дәл тауып барды. Мынадай ғажапты бірінші рет көрген әйелі жайнан қағып, бәрін салып аламыз, деді екеуінің қолындағы екі шелекті көзімен нұсқап. Әкел шелегіңді деген күйеуі оның қолындағы шелегіне сопақша біткен балды қақ ортасынан кесіп, былш еткізді де құж жетіп көтерілген аралардан қашып жүгіріп кетті. Сол-ақ екен, сорғалай аққан балға қызығып кеткен әйелі сұқ саусағын тосып жалай бастады. Қаш бері, шағып алар, деп айғайлаған күйеуін тыңдамады. Сықылықтай күліп, сұқ саусағын тағы тосты. Созыла аққан балды қызықтап аузына апара бергенде, балға ұшып келген бір ара әйелдің аузына кіріп кетті. Қараңғы жерге кіріп кеткен ара жан ұшырып, әйелдің тілін оңдырмай шағып алды. Қапелімде араның уы жайылып, әйелдің тілі ісіп, демі бітіп, тұншығып, көгеріп, көз аларып, гүрс етіп құлап түсті. Балға араласып кеткен араны теріп отырған күйеуі әйел гүрс етіп құлағанды тұра жүгірді. Тілі шығып, көзі аларып қалған әйелін көріп шошып кетті. Еңіреп жылап әйелін арқалап үйіне қайтты. Артында бір шелек бал қалды. Ал аралардың болмағандай құж-құж етіп, ойылып жатқан бал шелегін толтыруға кірісіп кетті.